2025 жыл республикалық бір ел бір кітап акциясына енген қазақ әдебиетінің көркем өкілі, көркем сөз шебері, жазушы Тәкен Әлімқұлов. Тәкен Әлімқұлов қазақ сөз өнерінің үлкен шебері. Ол көбінесе прозалық шығармаларымен танымал болса да, поэзиясында да ұлттық болмысты терең бейнелей білген қаламгер. Соның ішінде жылқы образы оның шығармашылығында айрықша орын алады. Қазақ үшін жылқы жай ғана көлік немесе мал емес, ол ұлттық рухтың, азаттықтың, батырлықтың, табиғатпен үрдестіктің көрінісі. Тәкен Әлімқұловтың өлеңдерінде жылқы еркіндіктің символы ретінде суреттеледі. Ақын жеріктіктің шабысы арқылы қазақ даласының кеңдігін, еркіндікке құштар ұлттық мінезін жеткізеді. Оның бір өлеңінде желдей есіп, сағым қуған тұлпарым, құйғытқанда бүкіл далам тұнған үн деп жазған. Бұл жолдардан тек жылқының шабысын емес, даланың тынысын, ұлттың үнін естігендей боламыз. Жылқы батырлық пен серіктестіктің белгісі. Қазақтың батырлық эпостарында батыр мен тұлпар егіз ұғым. Әлімқұловтың шығармаларында да бұл үрдіс жалғасуда. Тұлпар тек мініс құралы емес, ол жауға бірге шапқан серік, жорықтағы дос. Аттылардың арманындай кісінер, қанды жорық, естелігі тұлпарлар деген жолдар бар. Бұл жерден тұлпардың ерлікке толы өткен күндердің белгісіндей қабылданатынын байқаймыз. Тәкен Әлімқұлов жылқыны эстетикалық тұрғыдан өте көркем суреттейді. Ол жануардың сыртқы келбеті, қимылы, тіпті мінезі де нақты дәл сипатталады. Күміс тұяқ, тарпып көкті, көзіндегі от, көшпенді рухы деген секілді тіркестер ақынның табиғатпен және жануармен рухани байланысын көрсетеді. Бұл өлеңдер тарих пен мәдениеттің көркем бейнесі. Қазақ халқының көшпенді өмір салты, тіршілігі жылқымен тығыз байланысты болған. Әлімқұлов жылқы арқылы сол өткен дәуірдің рухын, көшпелі өмірдің иесін жеткізеді. Жылқы тек жануар емес, ол тарихтың үнсіз куәгері. Тәкеннің поэзиясындағы жылқы бейнесі ұлттық кодтың көрінісі. Бүгінгі заманда урбанизация мен технологияның қарқыны күшейіп тұрған кезде мұндай шығармалар бізді өткенімізбен байланыстырып, рухымызды сергітеді. Тұлпардың бейнесі болашақтың ұрпаққа қазақтың еркіндіктің символы ретінде қызмет етеді. Тәкен Әлімқұловтың жылқы туралы өлеңдері бұл жай ғана табиғатты суреттеу емес, бұл тұтас ұлттың болмысын жырлау. Ол жылқыны суреттей отырып, қазақ халқының еркін рухын, бай мәдениетін, терең тарихын ұрпақ санасына жеткізеді. Сондықтан Тәкеннің поэзиясындағы жылқы образы ұлттық поэзиямыздың баға жетпес байлығы деуге толық негіз бар.